Алматы жастары тәуелсіздік ұрпақтары гранттары байқауы басталды. Бұл өз арманыңызды шындыққа айналдырып, өз жобаларыңызды дамыту үшін 1 миллион теңге грант алу мүмкіндігі. Байқау 2 кезеңде өтеді. Өтінімдерді жинау және талдау, сараптамалық бағалау және жеңімпаздарды анықтау. Қатысу үшін не қажет? Өтінімді толтыру, жобаның сипаттамасын дайындау, шығындар сметасын есептеу, жеке куәліктің көшірмесін ұсыну, креативті бейне презентация немесе жарқын презентация жасау. Қандай идеяларға гранттар бөлінеді? Ғылыми жобалардағы жетістіктер, жаңа мәдени бастамалар, IT саласындағы инновациялар, кәсіпкерлік шешімдер, медиа мен контентті дамыту, волонтерлік және әлеуметтік жобалар. Өтінімдерді қабылдау мерзімі 2025 жылдың 1 мамырынан бастап 30 маусымға дейін. Толық ақпаратты сайттан алуға болады. Байқау Алматы қаласының жастар саясаты басқармасының қолдауымен өтеді. Тарихта өз ізіңді қалдыру мүмкіндігін жіберіп алмаңыз. Қазір әрекет етіңіз.